бір әпке өзінің оқиғасымен бөлісіп берді. Ол кісі күнде Алладан дұға етеді екен. Алла тағалам, балам сотканы көп қарайды, өтінемін, оның жүрегінен сотканы алып тасташы, одан айыршы, саған қарай бет бұрсыншы деп тілеген. Бір күні баласының соткасы сынып қалады. Баласы нерв болады, қатты ашуланады. Сосын барып анасы айтады: балам, сен жүрегіңе қолыңды қой да 41 рет Фатиха сүресін күнде оқы дейді. 2 аптадай айтады, 2 аптада оқисың дейді. Баласы 2 аптадай оқиды. Баласы айтады: анашым, күшті көңіл күйдемін, сотканы да іздемеймін, бәрі күшті, сабағым да жақсы, өмірімнің барлық жағынан жақсы болады дейді. Сол кезде анасы айтады: балам, сен түсінің ба, сенің жүрегіңе сотка кіріп кеткен, Алла тағаладан да үлкен болып кеткен жүрегіңдегі сотканың мәні, яғни сен үнемі соны ойлайсың деген. Сол үшін өміріңізге дүние кіре ма, сотка кіре ма, адам кіре ма, басқа кіре ма, оны ойлап қатты депрессия, стресс болған кезде жүрегіңізге Фатиха